Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін мен YouTube каналымда жасалуы оңай әрі балаларға сөзсіз ұнайтын тәтті қосылған печенье дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Печеньемізді дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттер: бөлме температурасындағы сапалы сары май, жұмыртқа, қант, қамыр қопсытқыш, яғни разрыхитель және ұн. Алдымен сары майға қантты қосып, екеуін жақсылап біріктіріп аламыз. Одан кейін 2 дана жұмыртқамызды салып, венчиктің немесе вилканың көмегімен араластырамыз. Осы үшеуін қосып болғаннан кейін, алдын ала електен өткізілген ұнымызға разрыхительді салып, араластырып аламыз. Енді ұнымызды жұмыртқалы массамызға 2 бөлікке бөлу арқылы салып араластыратын боламыз. Достар, алдағы уақытта басқа да жаңадан шығатын видеоларымды көру үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізде осындай қою масса шықты. Негізі бұл печеньеге Қазақстан шоколадын немесе басқа шоколадтарды майда етіп үгітіп, осыған қосса, одан да дәмді болады. Менде дәл сол уақытта шоколад болмаған себепті вареный сгущенка қостым. Дайын тұрған табамызға пергамент төсеп, осы печеньелерді қасықтың көмегімен орналастыратын боламыз. Мінекей, печенье дайын болды. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Таңшолпан.